Қызылорда облысы Шиелі ауданында қазір таңда мен мына кіріс департаментінің жаңағы мекемесіне келіп отырмын, мына қабылдау бөліміне басшысына. Енді айтайын дегенім, мынау кәсіпкерлер 50 миллион, 100 миллиондап кредит алады. Бір жылдан кейін жаңағы банкрот болдық деп жабылады да, сот арқылы жаңағы жабылып кетеді. Сонда енді инвалидтердің жағдайы не болады? Сосын мынау тұл жетімдер, сосын жартылай жетім кісілер, мына жағдайлар не болады? Жалпы әлеуметтік жағдай төмен отбасылар. Ол енді райсовезге барсақ, қазір таңда біз білмейміз, жаңа кәсіпкер берсе береміз, бермесе. Енді кәсіпкерлерге барсақ, групповой әкімді, райсовезді бәрін групповой сотқа беріңдер, полиция шақырыңдар, неге жұмыс істемейді, жаңа бейшара инвалидтеріңді айтпаңдар деген осындай жауап айтқан. Енді айтайын дегенім, сіздердің де мынау тықырға таянып, тақыр цементке отыратын кездеріңіз келеді. Өйткені себебі 50 миллион, 100 миллион кредитті алып сіздерге шалқайтып ешкім қоймайды. Мен жаңа Халық банктің бастығына барып, сенде соларменен жаңағы абыройсыздыққа ие боласың деп бетіне айттым. Жыртық костюм шалбар, жыртық купайка етік киіп алып, барып біздің атымыздан көмек сұра дедім. Өйткені себебі Алматы, Астана қазір таңда көшіп кетіп жатыр. Мына жерде енді білмеймін, енді неше жылда алатын заңы, бір жылда кәсіпкерлік жаңағы базада тұрады да өшіп кетеді дейді. Сосын өшіп кеткеннен кейін сот арқылы біз банкрот болдық дейді. Ал кеткен ақша ше, ол әкесінің байлығыменен жерге көмген бриллиант алтындарымен ашып жатқан жоқ, ол магазин, сауда орталықтарды. Мынау халықтың маңдай терімен келіп жатқан, банкке құйылып жатқан ақшасын кредит қылып алып, сөйтіп ашып жатыр ол кәсіпкерлер, инвесторлар, жаңағы бизнес өкілдері. Енді мен айтайын дегенім, мынау Еркеғали деген, мынау Абдрахманов деген тіс емханасының бастығының баласына келіп отыр, кірістер бөліміне басшы болып істейді. Енді айтайын, брифинг жиналыс жаса деген, мен осыдан 3 жыл, 4 жыл бұрын жасамана, мен білмеймін. Қазір инфляция болып жатыр, мынау жаңа қаулы бойынша, заң бойынша қыспаққа түсіп жатыр. Мысалы инвалидтерге өте қиын болып отыр қазір таңда. Жаңағы кедей бай болсам, бай құдай болсам заманын келтіріп отыр. Енді айтайын дегенім, мынау жаңағы Еркеғали, мына Абдрахман Амангелдіұлы деген келіп тұрмын қазір. Енді айтайын дегенім, сонда кредитті 50 миллион, 100 миллиондап алып, жаңа банкрот болдық деп сылтауларын айтып, жаңағы біз сияқты халық нәске алатын ақшасы жоқ, нан алатын ақшасы жоқ, қала беру керек па? Сонда бұл не деген сұмдық, не деген масқара, кім бұған жауап береді? Сонда басшылар жаны ашымай ма? Сонда печат ұстап отқан басшылардың инвалидтерге қиын болып жатыр. Банктың ақшасы ортаят ала бергеннен кейін ол офшорлар өзі алып тонап отыр қазір, мысалы үшін. Ана кредитторлар өзі алып тонаса, кредит жаңағы алғандар өзі алып тонаса, біздің неміз қалады? Осы мәселені заң аясында комиссия қылып шешіп беруді сұраймын. Жаңағы Амангелдіге келіп отырмын, Еркеғалиға қазір таңда сөйлесейін деп отырмын. Біз әптен шаршадық уже. Райсовезге тіркеліп тұрмыз, төмен отбасы инвалид ретінде. Алайда мынау кәсіпкерлерден, инвестор жаңағы бизнес өкілдерінен жақсы сөз естіп жатқан жоқпыз. Осы мәселені заң аясында қадағалап, комиссия құруды сұраймын. Кредиттер қайда кетіп жатыр, ақшалардың бәрі? Ол жаңағы кәсіп аша алмайтын болса, жаңағы банкрот болатын болса, о баста комиссиялар қалай бұл кісілерге берген? Мына осы мәселені де мен қозғағым келіп отыр. Өйткені себебі біз қатты қиналып жүрміз қазір. Мынау инфляция болып жатыр, оның үстіне жаңағы заңдарменен жұмыс істеуге болмайды, инвалид жұмыс істеуге болмайды, денсаулығына байланысты, сот шешім деген бар, азаматтық шешім деген бар. Осы мәселелердің барлығы бізді шаршатып отыр. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев көкенің назарына ұсынамын. Осы мәселені де бір назарға алып, халыққа көмек берсеңіздер. Ішке адам кірді ғой, шыға ма қазір? Біз әптен шаршадық уже. Инвалид адамбыз қазір таңда. Бұл басқа республикаларда бар ма екен бұл сондай? Добрый заң бар ма екен? Кредитті алып, бір жылдан кейін жаба салатын. Мен білгім келеді, оның басшысының назарына. Басқа республикада бар ма екен осындай жеңілдік? Дәл біздікіндей.